Елбасының халыққа арнаған жолдауында негізгі бағыттарды насихаттау және түсіндіру мақсатында облысы ақпараттық насихат тобы Құрманғазы ауданына барып, тұрғындармен жүздесті. Топ құрамында облыстық жолаушылар және автомобиль жолдар басқармасы, Қазпошта акционерлік қоғамының облыстық филиалы, Атырау мемлекеттік университеті және қалалық жастар ресурстық орталығының мамандары бар. Ақпараттық топтың аудандағы алғашқы кездесуі Мақаш ауылдық округінде өтті. Топ мүшелері маңызды құжаттағы барлық сала қазақстандықтардың жұмыспен қамтылуы, табыс көзін молайту, қолжетімді баспана, білім деңгейін арттыру, денсаулық сақтау аспектілеріне жан-жақты тоқталды. Ауыл тұрғындары өздерінің сұрақтарын, көкейде жүрген мәселелерін көтеріп қарап, сонымен қатар жолдаудың биылғы әлеуметтік мәселеге арналғандағы әрбір қазақстандықтың тұрмыс, білім, денсаулық саласындағы мәселелері көтерілгендігі ауыл тұрғындарын қуантып отыр. Сондықтан биылғы жолдаудың көрсетілген мәселелер әрбір қазақстандықтың өмір тіршілігіне, білім алуына, жалпы әлеуметтік өміріне көптеген жеңілдіктер, жақсылықтар әкеледі деген сенімдеміз. Жастар мен отбасы институтын кешенді қолдау мемлекеттік саясаттың басым бағытына айналуы тиіс. Елбасы биылғы жолдауында да жастарды назардан тыс қалдырмады. Оқу бітірген студенттердің жалақысы жоғары жұмысқа орналасуы. Ол үшін оқу орындарында маман дайындау сапасына қатысты талап күшейеді деп атап көрсетуі тұрғындар тарапынан қызу қолдау тапты. Биыл жылдан бастап дипломмен жаңадан бітірген жас мамандарды жұмысқа қабылдап жатырмыз. Елді мекендерде бос вакансия әрине азырақ, өйткені адамдар тұрақты, ауылды жерде тұрады, қызмет жасайды. Бірақ қалада егер балаларыңыз болса, студенттеріңіз болса, оқып жатса, Қазпоштаның есігі ашық, біз жұмысқа қабылдауға дайынбыз. Операторлыққа, сұрыптаушылыққа, сонан кейін жаңағы почтальон курьер дейміз. Сабақтан бос уақыты кезінде 4 сағаттық уақытта бізде жаңағы хаттарды алып, сәлемдеме хаттарды тапсырып, жаңағы өзінің ставкасы бар, сол бойынша өздерінің жаңағы қосымша табыс көзін таба алады. Енді бұл жолдаудағы өте жақсы мәселе мынау жастарға болашағын ашу, жастар жылы деп жариялау өте маған ұнады. Елдің болашағы жастар. Жастарды әрі қолдау керек, әрі сену керек. Әрі оларға үлкен міндет атқару керек. Осыған мен жақсы риза болдым. Енді бұнда халықтың әлеуметтік жағдайы көтерілуіне өте мән берілген. Халықтың әлеуметтік жағдайы көтерілетін болса, еліміздің байып ел қатарына, жаңағы 30 ел қатарына жақындауымызға үлкен септігін тиеді. Мен ризамын. Осы талаптар біз атсалысуға бәріне қолымыздан келгенше көмектесуге әзірміз. Жолдау өте сапалы, жақсы, тиімді, халыққа түсінікті болды деп мен есептеймін. Түстен кейін ақпараттық насихаттық тобының мүшелері Құрманғазы ауылдық округінде болып, мектеп ұжымымен кездесті. Эльвира Рахымжанқызы, Ақмытжақ Төреханқызы, Болат Рахметұлы, жаңалықтар қызметі үшін Құрманғазы ауданынан.